Назым Қызайбай 1993 жылы қыркүйектің 14 жұлдызында Алматы облысы Іле ауданы Жетіген ауылында дүниеге келген. Назым Қызайбайдың жетістіктеріне көшпес бұрын бокс тарихы туралы біршама деректер айта кетейік. Бокс тарихы 1867 жылы Англияда пайда болған. Әсіресе кең қанат жайған кезеңі 20 ғасырдың басы еді. 1904 жылы жазғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына еніп келген. Сонымен бокста әуесқойлық 3 раунд және кәсіпқойлық 12-15 раунд ережелері бар. Әйелдер арасында бокстан әлем чемпионаты 2001 жылдан бастап өткізіліп келе жатқанымен, елімізге алғашқы алтын 2014 жылы оңтүстік Кореяның Чеджу қаласында өткен дүбірлі додада Назым Қызайбайдың кәсіпқойлығымен келді.